ешкімге айтуға болмайтын жеті құпия. Айтылмауға тиісті бірінші құпия – келешекке құрған жоспар. Жоспар толыққанды орындалмайынша ол туралы тіс жармау керек. Адамның кез келген ойы бастапқыда әлжуаз болып тұрады. Өне бойы шұрық тесік келеді. Кез келген жерінен кілтипан тауып, ізгі ойды ойсыратып алуға болады. Екінші құпия – қайырымды істер туралы ешкімге айтпау. Өзіңді жақсылық жасағаныңыз үшін асыра мақтамаңыз. Мақтау адамды тәкаппарлыққа тез ұрындырады. Үшінші құпия – тақуалығыңызды көпшілікке айтпау. Тамақ, ұйқы, күлкі, төсек қатынасына қатысты шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалығымен үйлесе ғана пайдалы. Төртінші құпия – жасаған ерлік, батырлық туралы үндемеу. Бесінші құпия – рухани жетілу туралы айтпау. Рухани байлық тек сіздікі, оны ешкімге айтып абырой таппайсыз. Алтыншы құпия – үйдегі ұрыс-керіс пен отбасылық өмір туралы үндемеу. Есіңізде болсын, отбасыңыздағы ұрыс туралы неғұрлым аз айтсаңыз, оның ынтымағы берік бола түседі. Отбасылық қатынаста болған жағдайларды, араларыңдағы сырды өзгеге айтпау, жамандамау, жаймау. Жетінші құпия – баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп, аяқ киімді былғап алуға болады. Ал кейде сананы да былғап алатындар болады. Жолда келе жатып, естіген бар қаңсық сөзді үйге келіп айтқан адамның табалдырықтан аттап, былғаныш аяқ киіммен төрге озған адамнан айырмасы жоқ. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Қарағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, коммент қалдырып, өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер.